Неліктен бізге полярлық сәулелер туралы шындықты айтпайды? Міне қарапайым әрі түсінікті нұсқасы. Полярлық сәулелер көбіне солтүстік және оңтүстік полюсте байқалатын табиғи құбылыс. Олар күннен шыққан зарядталған бөлшектердің жердің магнит өрісімен өзара әрекеттесу кезінде пайда болады. Магнит өрісі бұл бөлшектерді атмосфераның жоғары қабаттарына бағыттап, ауа молекулаларымен соқтығысқанда жарықтану тудырады. Бірақ соңғы уақытта Қазақстанда, Украинада, Ресейдің оңтүстігінде, тіпті Түркия сияқты елдерде полярлық сәулелер байқалып жатыр. Бұл нені білдіреді? Жердің магнит өрісі әлсіреген болуы мүмкін. Магнит өрісі әлсіресе, күннен келетін қауіпті радиация атмосфераға тереңірек еніп, адам денсаулығы мен табиғатқа кері әсер етуі мүмкін. Сондықтан полярлық сәулелердің бізге жақын жерде көрінуі тек әдемі көрініс емес, сонымен қатар жердің қорғаныс қабілетінің әлсіреуін көрсететін белгі болуы мүмкін. Бұл мәселеге бей-жай қарамай зерттеулер мен шаралар қабылдау қажет. Қысқасы, полярлық сәулелерге таңданған дұрыс, бірақ олардың пайда болу себебін түсініп, салдарын зерттеу керек.